Ассалаумағалейкум достар, осындай үйдің қасын жасауларыңыз келсе, менің видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Бізге қажеттілер қара қызыл бұрыш, тұз және сарымсақ жүркіден өткен, сықпадан өткен арнайы. Енді үлкен кастрөліміздің ішіне осылай тұзымызды алғаш сеуіп аламыз, одан кейін қазымызды қаз қатар етіп осылай салып шығамыз. Жалпы қазының көлемі сіздің шегіңіздің көлеміне қарай кесіліп алынады. Шектің көлемі неғұрлым үлкен болған сайын қазында сондай көлемде кесіп аласыздар. Биылғы қысқы соғым өте жақсы болды. Шегі де үлкен, қаз жасағаны өте ыңғайлы болды. Неғұрлым үлкен мал сойған сайын шегі де үлкен болады, қазы жасауға да ыңғайлы болады. Міне осылай қаз қатар қойып шыққаннан кейін бетіне тұзды себеміз тұзды. Одан кейін қызыл бұрышымыз салып шығамыз. Сосын барып қара бұрыш себеміз. Жалпы мен қызыл бұрышқа қарағанда қара бұрышты көптеу саламын. Міне байқасаңыздар да, одан кейін сықпадан өткізілген чесногымызды салып шығамыз, яғни сарымсақты жақсылап. Енді осы етімізге қарама-қарсы бағытта қазымызды салып шығамыз. Жақсылап қараңыздар. Жалпы бұны қаз жасап жүрген әрбір келіншек, әрбір қазақтың келіндері қаз жасауды білетініне сенімдімін. Жалпы жаңадан түскен келін болсын, білмей жүрген жаңадан жас буынды қыз келіншектерге менен бір құттай ақыл кеңес болсын. Біреулер сарымсақты көп салады, біреулер сарымсақ салғанды ұнатпайды. Мен жалпы өзім сарымсақ салғанды жақсы көремін, дәмі ерекше болады. Соны ақылға түйіп алыңыздар, және керек ақпарат деп ойлаймын. Міне осылай барлығын қарама-қарсы бағытта қойып шығасыздар. Жалпы менің де білерім 9 білмейтінім 99 дейді ғой. Жалпы бар білгенімен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Осылай қазы жасап жүргеніме 12 жылдың шамасы болыпты. Келін болып түскелі осы қаз жасауды үйреніп, дәмін келтіріп, дәмділеп жасауды үйрендім. Және осылай міне қараңыздар, аямаңыздар, барлығын сеуіп шығыңыздар. Осы қазы жасауға маған қолғанат болған, алғаш осылай көрсеткен енем болатын, яғни мамам жақсылап осы қаз жасауды үйретті. Енді осыны өзім жыл сайын, соғым сойған сайын жасап жүрудемін. Барлығын осылай қойып шыққаннан кейін бір түнге қалдырамыз, жылы жерге қалдырамын өз басым. Сол кезде сөлі бөлініп, тұзы еріп, бұрышы сіңіп, өте дәмді болады. Өзім үйден өз қолыңмен жасаған қазыға ешбір қазы жетпейді. Жақсылап тұрып сеуіп шығыңыздар. Енді бір түнге қалған қазы, міне қараңыздар, өте күшті болған. Иісі де мұрын жарып барады, прям сөз жоқ. Енді жақсылап шегімізді 5-6 қайтара жуып, бір шетін жақсылап тұрып осылай жіппен байлаймыз. 3-4 қайтара байлаған болатын. Содан кейін қазыларымызды саламыз. Мен жалпы өзім осылай қазыны айналдырып саламын. Сол кезде қазым тез кіреді. Міне байқасаңыздар, айналдырып салып жатырмын. Және қазыны шекке салғанда өте тығыз салмаңыздар, себебі піскен кезде қазы жарылып кетеді. Қазы жарылмас үшін осындай шекті толтырмай бос салған жақсы. Соны тесіп салған кезде суы бөлініп, ауасы шығып өте жақсы болады. Сол кезде жарылмай піседі бір жақсы қазының. Міне қараңыздар, қазыны айналдырып салудамын. Жалпы өзімнің ыңғайым осылай қолмен салу. Жалпы бұл қаз салудың неше түрлі әдістері бар. Үлкен биенің шектерін 5 литр баклажкаға салып та салады. Өзіме осылай қолмен айналдырғаны өте ұнайды. Өзіме де ыңғайлы. Жақсылап екінші шетін байлап аламыз. Мен жіпті осылай байлаймын, себебі қазымды сарайға іліп, тептіріп сорғытып аламын. Содан кейін барып мұздатқышқа саламын. Міне көрсеңіздер, 3-4 қайтарып байлаған болатырмын. Шегім іші бос, ондай қатты толтырып салмадым. Піскен кезде бұлар ішіндегі ауасын шығаруға өте ыңғайлы болу керек. Екінші шегімді де айналдырып көрсетейін. Өзіме міне осылай бір шетін жақсылап тұрып байлап аласыздар. Одан кейін қазыларыңыз саласыздар. Қазы жүрмей жатырса, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай бұрайсыз қазыны. Сол кезде манағыдай шекке жақсы салынады қазы. Көріп тұрғаныңыздай осылай айналдырып қазымызды салдық. Енді екінші шетін жіппен жақсылап тұрып байлаймыз. Бұл жерде жіп менде қалыңдау жіп болғанда
бір жақсысы ілген кезде байлағанда ыңғайлы болады. Міне қараңыздар, екі шетін жақсылап тұрып байлап алдым. Енді осы қазымды сіздер үшін екеуін ғана көрсеткенмін, бірақ жалпы 12 қаз шықтым. 12 қазымды сарайға іліп, кептіріп сорғытамын. Содан кейін барып мұздатқышқа саламын. Құрметті менің подписчиктерім, осы жылы 1000 подписчикке жетуімді нәсіп қылсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Сіздер үшін неше түрлі рецептлер салып тұруға дайынмын.